Өзіме, көршіме. Жақсы, өзіме, көршіме. Өзіме, көршіме. Өзіме, көршіме. Енді капсуланың ішін ашайық. Ішінде балалар тапсырма берілген. Сол тапсырманы орындаймыз қазір. Мен көршімді құшақтағым келіп тұр. Жақсы. Мен көршімнің шашын ұйпалағым келіп тұр. Мен көршімді еркелеткім келіп тұр. Санжар мен, Санжик мен, Санжик мен. Мен көршіме массаж жасағым келіп тұр. Ал жақсы. Исламға массаж жасаймыз. Мен көршіме тілек айтқым келіп тұр. Жақсы, Алинаға тілейсің. Не тілейсің, соны айта ғой. Енді Алинаға асыға шықпан тілеймін. Ауылына денсаулығы мықты болсын. Ата-анамды тыңдап жүреді. Мен көршіме комплимент айтқым келіп тұр. Оған сіз өте ақылды. Рахмет. Мына капсуланың түсіне бас топқа бөлінеміз. Кімде қызғылт сары түс түсті, сол бір топқа отырсын, кімде сары түс, сол екінші топқа отыра қалсын. Біз сендермен қандай тақырып өтіп жатырмыз? Қиял әлемге, соған байланысты мына топты не екіге бөлеміз. Сендердің топтың аты қиял болады, сіздердің топтарыңыз аты ғажайып тобы болады. Дұрыс ма? Топтың ережесі тақтаға іліп қойдық. Не беріледі? 10-ші бетте 8-ші тапсырма. Қиял шығармашылық бастау тақырыбында өз ой тұжырымын жинақтап 150 сөз көлемінде мәтін құрап жаз деген тапсырма берілген. Үй тапсырмасын орындадық па? Иә. Қазір мен үй тапсырмасын барабан әдісі арқылы тексеретін боламын. Әр адамның қиялы өз арманы болады. Әр адамның қиялдары әртүрлі болады. Мысалы, біреу құрылысшы, немесе жазушы, суретші, аудармашы, әнші, немесе дәрігер болғанды армандайды. Ал қиялда болмаған нәрселерді армандайсың. Қиялда армандап өз арманыңа жете аласың. Қиял шығармашылық бастауы. Тәтті қиялға беріліп армандайтын адам жоқ шығар. Адамға қиялдау керек. Себебі адамдар бізді алдымызға мақсат қою арқылы жарқын болашаққа жетелейді. Кез келген жаңа шығарма жазбастан бұрын міндетті түрде қиялдайды. Шығармашылық бастауы. Расымен де өмірде қиялдап армандамасаң мақсатына қалай жетесің? Кейбіреулер арманды бос қиялға теңейді. Менің ойымша арман мен қиял егіз ұғым. Енді үй тапсырмасын орындаған оқушыларды мынандай мандаттау карточкаларымен бағалай қойып екен. Міне Санжар, мен күткеннен де жақсы жауап бердің. Мансур, сен өте тапқырсың. Сосын бізде Жанан жауап берді екен. Жанан, сен үлгі алған оқушысың. Және бізде Айша жауап берді. Айша, жарайсың. Бүгінгі сабағымызға көшеміз, біз бүгін жаңа тақырып өтпейміз. Біз алдындағы өткен тақырыбымызды сендермен бекітеміз. Алдында қандай тақырып өтіп едік? Зат есім. Ендеше бүгін сол алған білімімізді бекітеміз, нәтиже сабақ өтеміз, жақсы ма? Ендеше тақырыбымыз зат есім болса бізде бүгінгі сабаққа қандай мақсат қоямыз? Зат есімнің түрлерін ажырату, жақсы. Сосын білімімізді бекіту. Не туралы білімімізді бекітеміз? Зат есім туралы білімімізді бекіту сабақтың мақсаты осы, жақсы. Дәптерлеріңді ашып бүгінгі күнді жазып қойыңдар. Балалар, қазір біз ой қозғау мақсатында зат есім туралы білімімізді еске түсіру үшін білім шамы деген әдісті қолданатын боламыз. Ол үшін сендерге телефондардың шамы керек болады. Телефон алып келіңдер деген болады. Не? Әкелдік па? Балалар, бұл тапсырманы орындау үшін сендерге 1 минут уақыт беріледі. 1 минуттан кейін мен сұрай бастаймын. Кім оған дейін дайын болады? Алдарындағы қоңырауды басуларына болады, жақсы ма? Ал кеттік. Енді бала 1 минут уақыттан өтті. Тапсырмаға кім дайын, сол жауап беруге болады. Кімнен бастаймыз? Алина біріншіге, Алина айта ғой. Деректі зат есім дегеніміз не? Деректі зат есім дегеніміз қолмен ұстай алатын, көзбен көре алатын заттар. Мысалы, шөп, қағаз, кітап. Жақсы, өте жақсы. Келесі. Жанан айта ғой. Сенде қандай сұрақ? Зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз заттың, құбылыстың, ұғымның атын білдіріп, кім не деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы зат есім деп аталады. Өте жақсы, отыра қой. Ислам, жауабың бар ма? Сұрағың қандай? Жалпы есімге 5 мысал келтір. Алматы, Астана, Абай Құнанбаев, Арман. Тағы мысал? Астана. Астана айттың. Қарауға. Жақсы, отыра қой. Сен сұрағың қандай еді? Шешуі күрделі зат есім болатындай жұмбақ айт. Жақсы. Қазір Айша жұмбақ жасайды, сендер жұмбақтың шешімін табуға тырысады, жақсы ма? Шешуі күрделі зат есім. Алдымда әр түрінен жібек жіптің, аспанға әшек елеп кесте тіктім. Ал, не екен бұл? Әр түрлі жібек жіптен дейді, аспанға кесте тіктім дейді, әшек елеп. Әр түрлі жібек жіптен. Жұлдыз? Жоқ. Ал, кемпір қосақ дейді. Дұрыс па? Айша, жақсы, өте жақсы, отыра қой. Ал, Санжар, Мансур, қайсыны айтасың? Санжар, сен тапсырмаң қандай? Дерексіз зат есімі бар.
бір шумақ өлең айт дейді. Жақсы, кім өлең айтасың? Абай Құнанбаев қауым таппай мақтанба. Талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асыл іс көнсеңіз. Жақсы. Бұл жерде қандай дерексіз зат есімдер бар? Талап еңбек терең ой, Терең ойда дегенде ойды ғана аламыз, өйткені терең ол зат есім емес. қанағат, Қанағат және де рақым. Өте жақсы отыра ғой. Жалпы есіме бар екі мақалма келеді. Оқу ене мен құдық қазғандай. Жақсы. Бұл жерде жауап есімдер қайсысы? Оқу ене құдық. Жақсы. Тағы бір мақал. Кітап, білім бұлағы, білім өмір шырағы. Жақсы. Бұл жерде қандай зат есімдер? Кітап, білім шырағы. Тағы. Уақыт деген сөз алып. Өмір. Өмір және уақыт деген сөз. Жақсы, отыра ғой. Қазір бір-бірлеріңді өзара бағалайтын боласыңдар. Мысалы, Санжар және бізде Абайдың ғылым таппай мақтанба өлеңінен үзінді келтірді, иә? Енді Санжарды бағалаймыз. Мысалы, Санжар өте жақсы жауап берді десеңдер, 8, 9 немесе 10 балл қоясыңдар. Жақсы жауап берді десе 5, 6, 7 одан төмен балдарды қоюға болады, иә? Кәне өзара бір-бірімізді бағалай қояйық. Мына жерде бізде зат есімдер берілген. Бұл зат есімдерді қазір мен мына жерге орналастырамын. Қазір мына жерге бір-бір оқушыдан шығасыңдар да, мына жерде тапсырманың орнында сендерге мәреге жету керек болады. Мәресіз отыр ғой. Соған кім бірінші желде тас қайынбек қосамыз, уақытты санап отырамыз, иә? Мысалы, қараңдар. Найза жауап берсін ба? Иә. Найзаны басады. Ақыл жауап берсін ба? Жауап. Ақылды басады, иә? Сөйтіп тек қана жауап есімдерді ғана басып, мәресіз сынға жету керексің. Дайынсың ба, Лина? Иә. Қазір баста деген кезде бастайсың, тек жалпы есімдерді ғана басу керек, сосын айтып бас, иә? Атап. Ал 1, 2, 3 баста. Найза, сезім, ақыл, ұйқы, қиял, жайлау. Жақсы. Алинаның уақыты 9 секунд, иә? Ал Санжар, сен тек дерексіз зат есімдерді ғана басу керексің, иә? Дайын болған кезде айтасың, уақыт қосамыз. Дайынсың ба? Иә. Уақыт кетті. сезім, ақыл, ес, ұйқы, қиял. 7 секунд. Саған тапсырма, сен тек жалпы есімдерді ғана басу керексің. Жалпы есімдерді, жақсы ма? Мына жерде түгел сөз басарып келе жазып тұр. Сендер шақырысқан үшін, иә? Бірақ сен ішіне жалпы есімдерді ғана басу керексің. Сөздерді жақсылап қарап алып, дайын болған кезде айта ғой, дайын деп. Дайын деп. Сол уақыт қосамыз. Дайынсың ба? Ал жақсы. Сөздерді атаймыз. Уақыт кетті. Айгөлек, Ақтау, Абай жолы Ақтау. Жақсы. Енді балалар қараңдаршы, Айша бізге түгел дұрыс орындады ма? Әлде сөз қалып ма? Қай сөз қалып? Сөз қалып қойды, иә? Дұрыс. Ахмет деген сөз атап кеттің ғой. Бірден Абай жолына кеттің, Ақтауға кеттің, иә? Жақсы. Отыра қой Айша. Келесі ислам үшін бізде. Ислам саған тапсырма, сен тек деректі есімдерді ғана аттап басу керексің. Жарай ма? Дайынсың ба? Қарап ал қажет. Қарап ал зат есімдерді. Дайынсың ба? Уақыт басталды. Найза, жаңбыр, ақмес, жайлау. 6 секунд, иә? Ислам. Бұл тапсырманы түгелден жақсы орындап шықты, бірақ ең жинақ болған бізде ислам болды, иә? Ислам 6 секундта мәреге жетті, иә? Өте жақсы. Қалғанымыз енді бәріміз мынадай бағалау куәлігі арқылы өз-өзімізді бағалаймыз. Бұл тапсырмада әркім өз-өзін бағалайды. Қалай ойлайды? Бұл тапсырманы қалай орындап шықты? Мысалы, Санжар мына жерге аты-жөніңді жазасың да, өзіңді бағалай қоясың. Жақсы ма? Айша. Сабағымызды бекіту мақсатында қазір бекіту тапсырмасын орындайтын боламыз. Бұл тапсырманы біз нейросеть арқылы орындаймыз, иә? Енді бұл тапсырманың аты бізде ақиқат не жалған деп аталады. Сендерге қазір ақпарат беріледі зат есім туралы, ол ақпарат не дұрыс болады, не бұрыс болады, не ақиқат, не жалған, иә? Сендер соған жауап беру керексіңдер. Әр оқушы өзінің атын естіген кезде сол оқушы ғана жауап береді. Егер ол оқушы жауап бере алмаса, қоңырауды басып, келесі оқушыға жауап бере беруге болады. Келістік пе? Алина, жалпы есімдерге ақын жазушылардың шығармаларының атаулары жатады. Иә, дұрыс. Өйткені біз ақын жазушылардың аттарын бас әріппен жазамыз. Жақсы, шығармалардың аттарын да бас әріппен жазамыз, иә? Жаман, бөлшектеуге келмейтін түбір зат есімді туынды зат есім дейміз. Ал жаңа, келісесіз бе бұл ақпаратпен? Жоқ, бұл жалған. Неге? Өйткені біз бөлшектеуге келмейтін түбір зат есімді негізгі зат есім дейміз. Өте жақсы. Ислам дерексіз зат есімдерді көзбен көріп, қолмен ұстауға болады. Жоқ, жалған. Оны көзбен көрмей, қолмен ұстай алмаймыз. Жақсы. Ал қай зат есімдерді біз көзбен көріп, қолмен ұстай аламыз? Деректі. Деректі зат есімдер. Жақсы орындалды. Зат есім заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Бұл ақпарат жалған. Неге? Зат есім заттың құбылыстың ұғымның заттың атын білдіреді. Иә. Ал қимылдың қай сөздерді білдіреді? Етістік. Мына тапсырманы бәріміз орындадық. Иә, енді бір-бірімізді домбыра әдісімен бағалай қояйық. Кәне, ең бірінші бізде кім жауап берді? Алина жауап берді. Алинаны бағалай қояйық. Алина қалай жауап берді сұраққа? Бүгінгі сабаққа кері байланыс білеміз, TikTok әдісі арқылы.
мына жерде 4 қалташа бар. 4 қалташаға өздерің қай нұсқаны таңдағыларың келеді, соны алып жабыстырасыңдар. Мысалы, сабақ ұнады, достарыммен бөлісемін бүгінгі ақпаратпен, және де айтарым бар, сосын есіме сақтаным деген 4 түрлі вариант бар. Қайсысын таңдағыларың келеді, соны таңдап мына жерге келіп жабыстыра қоясыңдар. Есіңерді күнделік әдісі арқылы бүгінгі сабақты бағалайтын болады. Ал енді үйге тапсырма жазғанда балалар 110-шы бетте 9-шы тапсырма. Сөз жұмбақ құраймыз деп тұр, иә? Ұялы деген сөзге және зат есім тақырыбына сөз жұмбақ құрастырып келеміз. Жақсы ма? Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.